Жаным, саған тосын сыйым бар. Қай қолында? Сол қолда. Дұрыс емес. Оң қолында. Тағы да дұрыс емес. Міне, мынау саған. Вау, рахмет. Бүгін қандай да бір мереке ме, әлде бір себебі бар ма? Сүйектіңді қуантуға ешқандай себеп керек емес, жаным. Айтпақшы, жаным, мен жақында көлікті сырып алдым. Мен кінәлі емеспін, бірақ өз ақшама машинамды жөндеу керек. Не деген тосын сый? Одан да бұның орнына өз машинаңды сақтандыруға болатын еді ғой? Жаным, мен жақында міндетті түрде сақтандырам. Жарай ма? Рублей стоящий. Ну, казалось бы, легко доступный, Денис. И вот как на тюрьме написано, видишь, для ежедневного Канал ауыстырайықшы, қазір футбол басталады. Жарай, жан. Жарай ма? Кәс. Кәнім, пульт қайда? Сен отырған шығарсың. Жан, пультта отырсам зер едім. О, мне пульт. Сен, конечно, бір рет отырмағансың, я? Жан, сен апатқа кінәлі болсаң, өзіміздікімен бірге басқа біреудің де көлігін төлеуіміз керек па? Ну, егер мен ұста болса, онда ақшаны төлеу керек, я. Сен апат орнын қашып кетірмедің? Жаным, білесің бе? Мен қашатын адам емеспін. Мені қуып жете алмайтын адамдардың бірімін. Ха, қалжың ғой. Жүргізушімен жай ғана келістік. Өзіміз ғой. Пас! Пас берші, не болды саған, а? О, қарлығашым менің, қалайсың, қалайсың? Қорыққан шығарсың. Я, көріп тұрмын. Қорқынышты. Я. Бірақ енді қайталанбайды деп уәде беремін. Әселдің алдында ақталып тұрған сияқтымын. Енді қайталанбайтын болса, сақтандыруды алатын қажеті жоқ. Бұл ақшаға Әселге бір нәрсе сатып аламын. Қымбаттым, қаз күні рәсімдедің бе? Бүгін барасың ба, әлде ертең, әлде онлайн рәсімдейсің бе? Сен манипуляторлардың курсын қашан оқып алғансың, а? Таңдау беріп те, бермей де тұрған сияқтысың. Сен неге түсінбейсің? Аз ғана уақытыңды бөлсең, есесіне жолда сенімді жүресің ғой. Қымбаттым, бұл бірінші және соңғы рет. Енді қайталанбайды деп уәде беремін. Қарғыс атсын, көліктің алдында ақталып тұрғандаймын. Болды, асығыспын. Кеттім, жақсы. Баха, білесің бе? Мен жақында жол апатына түстім ғой. Қош, сен өліп қалған жоқсың ба? Жоқ, мен қазір тек сен ғана көретін елеспін. Ой, етші бар. Бәрі дұрыс пен сен өзіңді. Баха, ойлаш, мен тапсырыс апара жатқам, мені аздап сырып кетті. Енді өз ақшама машинамды бояуға тура келеді. Ал өз ақшаң емес, басқа біреудің ақшасына боятқың келмей ма? Вау, бәрекелді. Менің досым Баха артық ақшасы пайда болған ба?
Я, жалғастыра бер, мен сені мұқият тыңдаймын. Ой, менің ақшам емес, сен не көлікті сақтандыру жайлы естіген жоқ педің не? Ерікті автокөлік сақтандыру полисі жайлы естімеп педің сонда? О, енді сен бастадың ба? Елесерге сақтандыру қажет емес. Ұмыт кетіппін ғой, сен елес екесің. Болмайтын әзіл болған қош. Данышпан бабаларымыз оқыс оқиғадан сақ болуға кеңес берген. Қайда құлайтынымды білсем, сол жерге сабан төселедім деген сөз бар. Сәттілікке сеніп, кез келген нәрсеге тәуекел етуге болмайды. Біздің уақытымызда сабан ол сақтандыру полисі. Олар бұл өмірдегі кез келген жағдайға арналған. Сақтансаң, Құдай сақтайды деген сөз бар қазақта. Так. Міне, енді мен сенімдімін. Жеңіс ағай, ассалаумағалейкум. Сәлеметсің бе? Аға, маған экономист ретінде каска туралы айтып бере аласыз ба? Оны рәсімдеу өте қиын деп естідім. Ал шынын айтсам, уақытта жоқ. Оған қоса ақшамды да аяймын. Сондықтан әлі рәсімдемедім. 2019 жылдан бастап қазақстандықтар көлікті сақтандыру шартын сақтандырушының кеңсесіне бармай-ақ электронды түрде, яғни онлайн рәсімдей алады. Көлік иелерінің қызмет өтілі мен жүргізу тәжірибесіне қарамастан әртүрлі оқыс жағдайдан сақтандырады. Ерікті сақтандыру түрлерінің бірі каско. Ол жағдайға және жүргізушінің кінәлі немесе кінәсіз еместігіне қарамастан жол көлік оқиғасы, ұрлық, үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері және тағы басқа сақтандырады. Көптеген жүргізушілер үшін каска көлік қорғанысы мен қауіпсіздігінің баламасы. Бұл жерде азаматтық құқықтық жауапкершілік сияқты жүргізушінің жауапкершілігі емес, автокөліктің өзі сақтандырылғаны білген жөн. Каскаға өтініш берген кезде сіз автокөлікті қандай тәуекелдерден сақтандырғыңыз келетінін таңдай аласыз. Бастысы оларды дұрыс таңдау. Қалай сонда? Мысалы, егер сен Сережа көлігіңді ұрлықтан сақтандырғың келді делік. Алайда көлігін ұрлап кетті. Кейінірек ол табылса, оны саған бүтін болып қайтарылатынына ешкім кепілдік бермейді. Кейбір бөліктер жоқ болуы мүмкін және өкінішке орай белгілі бір опция таңдалмағандықтан автостраховка бұл тәуекелді өтей алмайды. Егер бөтен адам көлігіңді қандай да бір жолмен зақымдаса, терезені сырып немесе сындырса, жапырып жіберсе, онда каска полисі шығындарды өтейді және сақтандырушы өтемақы төлейді. Бұл жағдайларға сақтандыру шартының талаптарында көрсетілген үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері тармағы осы жағдайда қолданылады. Сондықтан полис жасамас бұрын сақтандыру шартын мұқият оқып шыққан дұрыс. Онлайн сақтандыру үшін көп ақпарат қажет емес екен. Міне бұл бір аптаға созылатын қағазбастылық па деп ойласам. Сондықтан қазір бәрін өзім жасаймын. Маған не керек? ВИН, көлік құралының санаты мен түрі, маркасы, үлгісі, шығарылған жылы және пайдалану мақсаты қажет. Бірінші кезең аяқталды. Әрі қарай менің ақпаратым, сақтанушы адамның ақпараты, көлікке арналған құжаттар. Міне бар болғаны осы. Енді төлем жасауым керек. Төлем сәтті аяқталды. Болды, менің қарлығашым сақтандырылды. Өзім ғана қуанып қоймай, Әселді де қуантайын. Әсел, жаным, мен көлікті сақтандырылдым. Прикинь.
Жаным, мен үйдемін. Сенің табандылығың үшін рахмет саған. Сақтандыру ол болашаққа сенімділік. Тағы да бір рет саған айтайын, сен молодец екенсің. Мен пікірімді құрметтегенің үшін рахмет, жаным. Енді өмірімізді сақтандырсақ ше, а? Бұны қажет деп ойлайсың ба? Ол туралы көбірек оқу керек. Бірақ бәрімізді сақтандырамыз. Пәтерімізді сақтандырамыз, жиһазымызды сақтандырамыз. Бәрін онлайн жасауға болады. Үлкен кезекте тұрудың қажеті жоқ. И сүйікті істерімізге көбірек уақыт қалады. Ал сенің сүйіктісің қандай? Мен сүйіктісім жаныммен бірге болу.